мемлекеттік осы рәміздерді жаңағы ауыстыру, шешіп алғаннан кейін ары қарай қалай оны қолдану керек екенін білмейді де. Көбінесе әлеуметтік желіден де өзіңіз білесіз ғой, шығып қалып жатыр да. Жаңа складта, қоймаларда бір жерде сақтап қойған, жаңа мусордың ішінде жатыр, немесе апарып жаңа мусорға тастаған деген сияқты. Оның барлығы жауапкершілікке тартылады ғой. Мемлекеттік рәміздер ол Қазақстан Республикасының конституциялық заңымен бекітіледі. Сол конституциялық заңда жазылады, мемлекеттік рәміздердің қолданылуын уәкілеттік орган бекітеді дейді. Ұлттық стандартқа сәйкес келмейтін мемлекеттік ту мен мемлекеттік елтаңбаны бір жұмыс күнінің ішінде ауыстыру керек. Яғни бүгін сағат 5-те ол тудың жыртылғаны анықталды ма, келесі күнгі сағат 5-ке дейін ол ту шешіліп ауыстырылу керек. Енді ұлттық стандартқа сәйкес келмейтін мемлекеттік туды оны жинап қоюдың қажеті жоқ. Или болмаса қоймаға қойып қоюдың қажеті жоқ. Ауыстырғаннан кейін оны өртелу жолымен күшін жойылады. Оны арнайы жаңағы комиссия құрылады. Комиссияның негізінде акт толтырылып, ол өртеліп жойылады. Ал жыртылған жерін мысалы тігіп қойса, мемлекеттік туды жаңа қорлау деген мәселеге осы жерді ашып айтып берген. Қорлау деген қалай? Мемлекеттік туды тігу, мемлекеттік туды шегемен тесіп жарға қағып қою, мемлекеттік туды жаңа қыртысты күйінде таптау, аяққа таптау, лақтыру, соның ішінде тігу де қорлауға жатады. Мемлекеттік ту ұлттық стандартқа сәйкес мемлекеттік ту тап-таза, еш бүктемесіз, лас болмау керек, ине шаншитындай орын болмайтын тығыз матада жасалған күйде орналастыру керек. Бізде бір тексеріс кезінде болған, мекеме басшының кабинетіндегі туды аяқ киім сүрткен ізі қалып қойған болатын. Ана кремнің ізі қалып қойған. Ол уже жалпы айтқан кезде мемлекет тудың қорлау түгіл, ол азаматты біз сыйлаудан қалу керекпіз да. Өйткені ол туға құрмет көрсетпей тұрған адам, ол елге адал қызмет етеді деген сөз емес. Мемлекетіне құрмет мемлекетке қастандық жасап тұр деген сөз. Өйткені бізде 2 жыл бас бостандығында болса, көрші мемлекетте 15 жылға дейін барады. Мысалға Түркия мемлекетінде күрд азаматы Түркияның мемлекет туын қорлаған үшін 14 жыл жарымға сотталып кетті. Дәл сондай қатан нелер, талаптар біздің Германияда бар. Көп мемлекеттерде біз заң қатты. Біздің Қазақстан Республикасында мемлекет туда, наверное, мүмкіндігінше айыппұлдың көлемі аз, шара қолданылуы бізде жұмсақ түрде істелген.